Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін математика сабағының 128-129 сабағын өтеміз. Бірінші есеп. Саябақты көгалдандыру үшін қыш ыдыстар сатып алу қажет. Ұзындығы 5 метр 10 сантиметр қабырғаға жағалай орналастыру үшін диаметрі 85 сантиметр дөңгелек пішінді қанша қыш ыдыс сатып алу қажет? Алдымен бізге 5 сантиметр және 10 сантиметрді сантиметрге айналдырып алуымыз қажет. 5 метрді 10 сантиметрге айналдырсақ 510 сантиметр. Есепте 5 метр 10 сантиметр қабырғаны 85 сантиметрлік дөңгелек пішінге бөлуіміз қажет. Яғни 510 сантиметрді 85 сантиметрге бөлеміз. Сонда 6 шығады. Есептің жауабы 6 қыш ыдыс сатып алу қажет. Екінші есеп. Қыш астаудың ұзындығы 4-тен 3 метрге, ал ені 4-тен 1 метрге тең. Қабырғаларының ұзындығын сантиметрмен тап. Қыш астаудың табанының ауданы мен периметрін есептеу қажет. Алдымен 4-тен 3 және 4-тен 1 метрді сантиметрге айналдырып аламыз. 4-тен 3 метрді сантиметрге айналдыру үшін, яғни 3-ті 100-ге көбейтеміз, 300 бөлінген 4. 300-ді 4-ке бөлсек 75 сантиметр. 4-тен 3 метріміз 75 сантиметрге тең. Келесі 4-тен 1 метрді сантиметрге айналдырсақ 25 сантиметрге тең. Есептің шартында мынадай 4 бұрышты берілген. Осы 4 бұрыш ұзындығы 75 және 25 сантиметр біз тауып алдық. Периметр мен ауданын есептеу үшін периметрі барлық қабырғаларының қосындысы. Яғни 25 қосылған 75 қосылған 75 қосылған 25 200 сантиметр болады. Ауданын есептеу үшін ұзындығы мен енін көбейту қажет. Сонда 1875 сантиметр квадрат шығады. Үшінші есеп. Теңдеулерді шеш. Бұл азайту және қосу амалдарына берілген есеп. Бұл сендерге қиын емес деп есептеймін балалар. Қазір екі есепті шығартып көрсетейін. Алдымен 72 80-нен 72 азайтылған, 2 азайтылған 80-нен 12. Ол тең болады 80-нен 25. Мұнда жақшаның ішінде амал бірінші орындалу қажет. Жақшаның алдында минус таңбасы тұр. Минустан құтылу үшін мына жақшаны теңдіктің оң сол жағына өткіземіз. 2 азайтылған 80-нен 12. Мына 80-нен 72-нің өзін жазамыз, және теңдіктің мына жағындағы санды мына бетке өткіземіз. Сонда плюс таңба минус болады. 80-нен 15 тең болады мына санның өзі. Енді 80-нен бөлімдер бірдей өзін жазамыз. 72-ден 15 алсақ 57. Қосылған мына сан мына бетке өткіземіз. Минус таңба болған соң теңдіктің оң сол жағына 80-нен 12 болып өтеді. Тең x. Енді x-тен болады. 80-нің өзін жазамыз. 57-ге 12-ні қоссақ 69. X-тің орнына қойып, теңдеуді шешсеңдер болғаны. Есептің берілгені осылай. Енді y-ті табамыз. Мына тең y-тің екі жағындағы амалды біріктіреміз. Бөлімдері бірдей, 40-тың өзін жазамыз. 4-ке 16-ны қосамыз. 20 тең болады. Мұнда бөлімін жазамыз. 40. 31-ге 6-ны қосамыз. 37. Енді y тең болады. Мынаның өзін жазамыз. 40-тан 37. 40-тан 20 теңдіктің сол жағына минус таңбамен өтеді. 40-тан 20. Y тең болады. Азайтамыз. 40-тан енді 37-тен 20 аламыз. 40-тан 17. Осы санды y-тің орнына қойып тексертсеңдер болды.
Келесі есеп. Жақшаның алдында минус таңбасы тұр. Минустан құтылу үшін теңдіктің сол жағына өткіземіз. Тең 41-ден 125 азайтылған x. Енді теңдіктің мына жағында бізде 116-дан 125-ті жазамыз. Дағыны теңдіктің сол жағына минус таңбамен өтеді. 125-тен 94. Бөлімдері бірдей, өзін жазамыз. 116-тан 94-ті азайтамыз. 22 тең болады. Мынаның өзін жазамыз. 125-тен 41 азайтылған x. X-тің таңбасы теріс, оны оң жаққа өткіземіз. X тең болады. Теңдіктің мына жағында бізде 125-тен 41 өзін жазамыз. Ал мына сан теңдіктің оң жағына теріс таңбамен өтеді. 125-тен 22. X тең болады. 125-тен 41-ден 22-ні азайтамыз. 19. Жауабы осы. Төртінші теңдеу. Дәл алдағы есептерге ұқсап, жақшаны теңдіктің оң жағына өткіземіз. 90-нан 6 қосылған x. Енді теңдіктің сол жағында тұр. 90-нан 60. Мынау минус таңбамен өтеді. 90-нан 29. Есептейміз. Бөлімдері бірдей. 90. 60-тан 29-ды азайтамыз. 31. Тең болады. 90-нан 6 қосылған x. Енді x-тің өзін жазамыз. Таңбасы 10 ғой. 90-нан 31 азайтылған 90-нан 6. X тең болады. 90-нан 25. Есебіміз шықты. Төртінші есепте сызба бойынша есептерді құрастырып шығару қажет. Мұнда екі машина деп алайық, қарама-қарсы бағытқа жүрген екі жылдамдық берілген. Олар 3 сағат жүрген және ара қашықтығы 220 километрге тең. Алдымен есепті шығару үшін 220 километр. Олардың ара қашықтығы ғой. Енді екеуінің жылдамдықтарын қосамыз. 90-ға қосамыз 70-ті. Және 3 сағат жүрді. Уақытты көбейтеміз. Тең болады. Есептесек 700 километр. Келесі есепте екеуі бір орыннан, яғни бір нүктеден қарама-қарсы бағытқа жүрген. Біреуі 90 км сағат жылдамдықпен, екіншісі 70 км бөлінген сағатпен. Екеуі 3 сағат жүрді. Енді олардың ара қашықтықтарын есептеу қажет. Есепте бізде қарама-қарсы жылдамдық болғаны үшін олардың жылдамдықтары қосылады. 90-ға қосамыз 70-ті. Және 3 сағат уақытты көбейтеміз. Есептесек 480 километр. Есеп шықты. Келесі 5-ші тапсырма. Диаграммада оқушының тәулік бойы әртүрлі іс-әрекетке жұмсаған уақыттары белгіленген. Диаграммадағы мәліметтер бойынша кесте құрып, сағаттағы уақытты анықта. Онда яғни бір тәуліктің ішінде жасалатын іс-әрекеттер берілген. Бізде мысалға жасыл мектептегі сабақ уақытысы. Келесі ең көбі ұйқы. Мен оны дәптерге осылай сызып алдым. Бізде ең көп уақыт бұл ұйқы. Ұйқыны кестеге жазамыз. Ол мүмкін 9 сағат деп алайық. Әркім өзі біледі қандай уақыт шамасын қою қажеттігін.
Келесі, мектептегі сабақ, яғни ол жасыл бөлік. Оған 6 сағат уақыт бөлейік. Келесі, қызыл, үй тапсырмасы уақыты. Үй тапсырмасына кемі 3 сағат берейік. Келесі, сары, таза ауаға шығу, серуендеу уақыты. Оған 2 сағат. Осылай кестелерге бөлеміз және жалпы қосындысы 24 болуы шарт. Көк бағаны дене жаттығулары мен еңбек сабағына кетеді. Оған тағы 2 сағат бөлейік. Соңғы кіші 2 бөлігі тамақ ішу уақытымен және қызық ісіңмен, хоббимен айналысу. Оған 1 сағаттан бөлейік. Барлығын қосқанда бізде 24 сағат шығады. 24 сағат. Енді бізге кесте құр дейді. Қазір кесте құрып көрсетемін. Кітапта берілген сан мәндерін, яғни жазып алдық. Бізде мектептегі сабаққа 9 сағат бөлдік қой. Жазамыз. 24-тен 9. Келесі, үй тапсырмасына уақыт бөлік. Ол 3 сағат. 24 бөлінген 3. Келесі, таза ауаға шығу уақыты сарымен белгіленген, оған 2 сағат. 24 бөлінген 2. Кесте сызып, осылай сан мәндерін қойсаңдар болғаны. Келесі 6-шы тапсырмада. Бір қатарда қойылған 4 хат қалтаның әр қайсына, яғни олардың ішіне салынған 2 дөңгелектің түстері жазылған. А дегеніміз ақ, Ж жасыл, Қ қызыл, яғни ақ, ақ пен жасыл, ақ пен қызыл, жасыл мен қызыл. Бірақ әр жазба көршілес хат қалтаның ішіндеге сәйкес келеді. Хат қалтаның әр қайсына қандай дөңгелектер салынған. Яғни ақ деген хат қалтаның ішіне жасырылған ақ пен жасыл. Ал керісінше ақ пен жасылдың ішіне ақ пен ақ түстері жасырылған. Енді дәптерге жазып көрсетейін. Бұл ақ пен жасыл, ақ пен қызыл және жасыл мен қызыл. Есептің шартында көршілес орналасқанның ішінде жасырылған деген. Яғни мынаның ішінде мына түс, ал ақ пен жасылдың ішінде мына түс. Бірінші ақ пен ақ хат қалтасының ішінде жасырылған түс ақ пен жасыл, ақ пен жасылдың ішінде жасырылған түс ақ пен ақ. Дәл солай көршілес орналасқан ақ пен қызылдың ішінде жасыл мен қызыл орналасқан. Жасыл мен қызыл хат қалтаның ішінде ақ пен қызыл орналасқан. Есеп шықты. 7-ші тапсырмада. Тік төртбұрышты гүлзардың ені 12 метрге тең, ал оның ұзындығы 3-тен 1 бөлігін құрайды. Гүлзардың ұзындығын есептеу қажет. Алдымен бұл тік төртбұрыш гүлзар болсын. Оның ені 12 метр және ұзындығы 3-тен 1 бөлігін құрайды. Теңдей 3 бөлікке бөліп қарастырайық. Мынау бірінші бөлік, екінші бөлік және үшінші бөлік. Әр қайсысы 12 метрден. 12 метр, 12 метр, 12 метр. Гүлзардың ұзындығын есептеу үшін 12 метрді, мұнда 3-тен 1 бөлігін құрап тұр ғой. 12 метрді 1-ге бөліп, және оны 3-ке көбейтеміз. 36. Гүлзардың ұзындығы 36-ға тең. Тақырыптың түгел жеті есебі де шықты. Назарларыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.